Саламатсыз. Оралсыз ба? Иә, Машалла. Қалдарыңыз қалай, жақсы? Саламат па қызым? Мынау ұл ма? Ұлыңыз ба? Осы ауыратын бала осы ғой, иә? 8-де ғой жасы. 8-де ма? Иә. Аты кім? Оңалбай. Оңалбай? Жаным сау. Не ма? Не ауру бұл? ДЦП ғой. Судорожный синдром, иә. Судорожный. Не, сөйлей ма бала? Сөйлемей ма? Түсіне ма жалпы бәрін? Кішкене ғана түсінеді бір. Түсіне ма? Айта алмайды көп нәрсе. Қанша бала бар сіздер? 5 ғой. 5 ма? Күйеуіңіз ше? Жоқ, 2 жыл болды ажырасып. 2 жыл? Кішкентай нешеде сонда? Кішкентай ана 4-те. Бетіңізден сүйіп жатыр ғой деймін, машалла. Сонда неше ұл, неше қыз сізде? Менде 3 жыл 2 қыз бар. 3 жыл. Мына жаққа квартира снимать етесіздер ба? Жоқ, мына асарумен алып берді бізге қайырымдылық. Да? Машалла. Қашан алып берді? Да? Жұмыс істемейсіз ғой, иә? Жоқ, мына баланы шығармаймын. Көрсек бола ма шын? Асарумен алып берді, асарумен қорды. 1,5 айдай болды алып берген. 1,5 ай? Ақыры. Алдын жазылып қойғанбыз ғой. Осындай мебелімен алып берді ғой. Маша, Алла берекесін берсін. Хотя баспанаңыз бар. Иә, сол баспана болмай, квартира төлей алмай. Пособие аласыз ба? Пособие алғанда инвалид баланың ақшасын аламыз, пособиеміз. АСП бізге шықпай қалды, мына жаққа көшіп келгеннен кейін. Документтеріміз дұрыс болмады да, АСП-дан қалып кеттік. Осы жол. Санузел бәрі осында ма? Иә, осында. Неше комнаталы үй сонда? Так, біреу, мына жаққа кіре беріңіздер. Балалар сабаққа дайын ба? Дайын емес, ол балалардың әлі киімін алған жоқпын ше. Киімдер. Қанша бала мектепке барады? 3 бала барады мектепке. 3 бала. Осы жерде тұрасыздар ғой, иә? Не ма? Газ бар ғой, үйде? Газ бар, иә. Газбен алып берді ондай. Мына мебельдердің бәрі сол кісілер тастап кетті ғой. Алла шүкір, Алла берекесін берсін. Мен айтқандарыңыз Енді сізге балаларды аяққа тұрғызып, жұмысқа шығу керек қой. Мынау мен жұмысқа шығамаймын. Аптасында 1-2 рет судырып беріп қалады. Көгеріп қалады. Баламен шыға қиын ба? Иә. Осында мектепте оқиын ба, осы ауылда? Осы мынау Ыбырай Алтынсаринға. Үлкен қызыңыз ғой? Мынау үлкенім, иә. Нешінші класста оқиды? 7-ші классқа өтті. 7-ші класста? 7-ші классқа өтті. Осы үйді алып берді, асарумен. Әйтеуір осы ғана Құдайға шүкір, әйтеуір қуандық басында баспаналы болып жүрген кезде. Келіп өздері қазір көшіріп алып келді. Сәл қиналып тұр дегеннен кейін келіп отырмыз. Иә, дұрыс. Бізде шын айтайын, продукты жағынан қатты қиналып отыр қазір. Холодильниктеріңіз бар? Иә, көре беріңіз. Көрсем бола ма? Иә, көре беріңіз. Көрдім. Холодильникте ештеңе жоқ. Морозильник істей ма? Істейді, сол кісілердің тастап кеткендері ғой. Морозильникте де дым жоқ қой. Анау үкіметтің фаршы. Үкіметтің фаршы ма? Не фарш? Жемейді балдар деген. Андай иісі бар екен деп, сонда да тастауға қимай, обалға деп қойып қойған ғой. Не, иісі бар екен? Сон. Не ма? Бірінші рет көріп мынандай фарш. Жарайды. Магазин қазір нам менен на бала күнделікті 5 жет, сол қарызға соны аламыз күнде памперс. Судырғысы ұстаған кезде дәрі ішеді. Өзінің ішетін дәрісі бар арнайы. Жасар еді, таңғы тай ұйықтайды ғой. 1 сағат ұйықтайды, қайт деп қол шаршайды да қайт ұйықтайды сондай. Әкелері көмектеспей ме не? Жоқ. Құдай тұр ғой төбеде. Міне бір келген емес, 2 жылдан бері. Ашсың ба, тоқсын. Айтқым деймін. Болды, жыламаңыз. Ашына сабаққа киіндірген де жоқпын, шыным керек қой. Ешқандай бір қарыз алатын да жоқ қой. Қарыз алып, қашан киінеміз деп жүгіріп жүреді. Көрші балдарын киіндірген соң, біз қашан киінеміз, мыналар киініпті ғой деген кезде ешқандай амал жоқ қой, қарап отырсаңыз. Баланың инвалид ақшасымен күн көру деген сұмдық қой, мысалы. Алиментті төлемейді, мысалы. Бір төлейді, бір төлемейді, қашып жүреді. Алиментке беріп беріңіз? Беріп тастағам, иә. Бір төлейді, бір төлемейді. Жыламаңыз, Алла жеңілден көрсін. Шыны керек, құмна өткенде көршіден сіздерге өтірік маған үшін тамақ істейтін маған жоқ, 2 картошка берген жоқ, бар көршіден сұрай тұрдым, бері тұрмыш тамақ істеп алайық деп. Ол кісілер әйтеуір беріп сөйтті. Магазинде уже 60 мыңдай қарыз ал, ол кісілер қарыз бермей қойды. Сонымен қайырымдылық қордағы жазамын, көмектесіңіздерші деп. Сонымен кеп сіздерге батсырға Алла разы болсын әйтеуір. Балдар қарымдаш деген кезде шыдай алмай кетем, шын айтамын ғой. Барам магазинге. Қазір документім жатыр магазинде. Шыны керек. Үйтпесең бермейді қазір. Салыққа бірдеңке қой дейді. 60 мыңдай ма қарыз? 60 мың қарызымыз бар. Үйдің документсіз неде тұр? Магазинде тұр. Әуелі Алла
екінші сіздерге рахмет. Бізге үлкен көмек болды мынау. 2-3 ай тамақ жейміз ғой енді. Алла бұйыртса бала шағам қарны тоқ болады. Қазақ еліне рахмет. Алла разы болсын көмектескен жандарға. Алладан қайтсын. Орал не ма? Магазин жақын жерде ма? Жаңа сен қарызың. 60 мың ба? Біз Хадия қайырымдылық қорының атынан сен қарызын төлепсек жүр. Қазір ма? Иә. Жақсы болды. Күшті. Рахмет аға. Удача деген магазин жерде. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Орал деген қыз танисыз ғой? Қанша қарыз бар? 69 мың? 69.500 плюс жаңағы қызын алды. Сүтпен анап кетті ма? 70.230. 70.230 болды. 70.230 ба? Документ берейін ба? Қайтарыңыз документті. Документ берсеңіз. Мынау сіз залогқа тастаған не ма? Документ Бермеңіз бұны. 70.230. Өшірдіңіз ғой? Біз Хадия қайырымдылық қорынан алатын төлепсек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72 мың. Соның сдачасын бере салыңыз. 1770. Все, да? Все, болды. Қарыз емес қой? Қарызымыз документ бердім. Балаларына бірден аласыңыз. Все, жақсы, аман болсын. Рахмет. Жақсы, рахмет тәте, рахмет сіздерге. 70 мың теңгеге дейін қарызға беріңіздер, рахмет сізге. Жақсы, аман болсын. Жақсы, Орал. Рахмет аға. Ризасың ба? Ризамын, иә. Бұндай Бұл енді күтпеген ем. халықтың ақшасы ғой. Иә, рахмет. Хадия қайырымдылық қорының атынан саған продукт алып келдік. Иә, рахмет. Қарызын жауап бердік. Рахмет. Енді қарызға батпауға тырыс. Иә. Алла жеңілдігін берсін. Сонымен сол бұрынғы биоскоп күйеуіне Алла хидаят берсін. Балаларына қарайласатындай сонда Алла түйсік берсе жақсы болар еді. Сен уайымдама. Әлі бала шағаң өседі, әлі саған қамқор болады. Ең бастысы қазір балаларыңды дұрыс тәрбиеле. Ертең ана әкелері сияқты енді Алла сақтасын, ондай болмайтындай сондай бір жағдай жаса балаларға. Ештеңесіз өсуі мүмкін бала, бірақ адам болып өссін. Адам болып өсу үшін сен үлкен жұмыс жасауың керексің. Жақсы тәрбие бер, салиқалы бер. Кішкентай балаларды неге мешітке бер, медресеге бер. Мешітте оқып отыр бала. Құран, сөйтіп соның бәрін үйренсін. Ертең салиқалы бала, ол болашақта елдің болашағы. Ертең сенің ата-ананың разылығын алатын бала деген ол салиқалы бала ғана оны жасайды. Сенің қолыңдағы. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Рахмет, иә. Қатты қуанып қалдық. Бұндай нәрсе күткен жоқпын, үйдің документін аламын деп. Осыны уайымдап жүргенмін ғой. Алғанда қуанғанбыз, енді бергенде қалай аламыз деп жүргенбіз магазиннен ше. Баланың ақшасын өзімізге жетпейді шынын айтқанда енді. Енді хотя бы 2-3 ай енді продуктың бар ғой. Сәл бір есіңді жиып ал. Аллаға шүкір. Көз жасымыз кішкене тиылатын болды.